Ал балдар, біздер бүгінгі ұлттық ойынымыз бестемші ойын үйренеміз. Бестемші ойын бұл екі түрі бар. Тақтадағы бестемші және алаңдағы бестемші. Біздер қазір бірінші тақтадағы бестемшіні үйренеміз. Түсінікті ғой да? Бірінші қазір екі бала тақтадағы бестемшіні ойнап үйренеміз. Ермұхаммед, Айза, кел жақын отырыңдар. Әрбір ұяшыққа, міне 5 тастан, әрбір ұяшыққа 5 тастан толтырамыз. Да, енді бірінші кім? Ермұхаммед, сен жүресің. Бесеуін біреу қалар. Қолыңа жина. Енді бір-бірден жүріңдер. Мен жаққа мына аяғынан баста. Алтын не істейміз? Жинаймыз ба? Жинайсың, дұрыс. Жинап ал қолына. Мен жақтан бастайсың. Бір-бірден. Шатыстар болма. Енді мына сана. Алтыны аламыз. Ал балалар, біздер жаңа тақтадағы бестемші ойын ойнадық, да? Бестемші. Енді біздер алаңдағы бестемші ойын үйренеміз. Алаңдағы бестемші ойын ойнау үшін біздер екі топқа бөлінеміз. Топ-топ болып ойын ойнаймыз. Ойынымызды бастау үшін біз бірінші екі топқа бөлінеміз. Бөліну үшін біздерге реттік санмен саналамыз. Дұрыс па? Ал енді баста. Бірінші, екінші, бірінші, екінші. Реттік санмен саналып, екі топқа бөліндік, да? Енді бірінші топ алаңның оң жағына, екінші топ алаңның сол жағына тұрамыз. Түсінікті ғой? Кел, тұрыңдар. Балалар, енді біздер қазір текшелерді әр ұяшығымызға өзіміздің 5 ұяшыққа 5-5 текшеден жинап толтырамыз. Содан кейін бар ойынымызды бастаймыз. Кеттік ал. Текшелерді орынға қоямыз 5-еуден. Әрбір өздерінің ұяшықтарына 5-еуден толтырып жинаңдар. Келесі ұяшыққа сол. Енді біздер ойынымызды бастау үшін қазір мына тасты жасырам. Қай қолында екенін тапқан топ бірінші ойынды бастайды. Түсінікті ғой да? Қай жақ қолында? Мін жақта. Әлібай бастайды ойынды. Әлібаймен кім? Азиза, кеттік ал, бастаймыз ойынды. Бір ұяшықты алыңдар, біреу қалады. Біреу қалады. Енді әрбір ұяшыққа саламыз, кеттік. Енді санаймыз бұнда, неше бұл? 6. Алтауын жинаймыз ба? Жинаймыз, өзіміздің ұяшыққа апарып жинаймыз. Енді жүретін сендер кезең. Көмектес Әлима қасына. Біреу қалады. Бір-бірден қой, кет. Анда қой. Мұнда іш. Мұнда қой. Мұнда қой. Әлима, келсе қасына. Енді санаймыз мұнан, санаңдар. Неше тас? 2, 3, 4, 5, 6. Ал енді балалар, біздер бестемші ойын, алаңдағы бестемші ойын аяқталуға жақын. Сондықтан біздер өзіміздің ұяшықтарымыздағы текшелеріміз санаймыз. Қай топта 26 текшеден көп немесе 26 текше болса, сол топ жеңіске жетеді. Ал отырамыз, санаймыз текшелерімізді. Текшелерді санадық. Екі топтың жан сезімдердің тобында 26 текше жинаған. Сондықтан бүгінгі алаңдағы бестемші ойында оң жағымыздағы топ жеңіске жетті.
Ал сол шапалақты ұстап қой. Шапалақтарды бүгін біздер сонымен балалар қандай ойын ойнадық? Алаңда бес темші және